Tekrar merhaba. Bugünkü konumuz ve bugünkü takırыбımız, bugünkü konumuz soru eki mı, mi, mu, mü. Сұрақ жалғауы. Nasıl yapılır? Қандай жолмен жасалынады, соны үйренеміз. 4 tane soru ekimiz var. Mı, mi, mu, mü. A болған кезде м жалғанады. Қалай? Сөздің соңғы буынында а немесе дауыстысы болса, м жалғанады. Kitap mı? Алдына буыны жалғаймыз. Bu kitap mı? Evet, hayır. Evet degenimiz iya, hayır degenimiz жоқ. Bu kitap mı? Evet. Evet, bu kitap. Mi, мысалы, и. Қандай сөз айтсақ болады? Кеди, мысық. Шу, кеди, ми. Hayır. Şu, kedi, değil. Değil degenimiz емес деген сөз. Şu, kedi, değil. Şu, köpek. O анау мысық па? Жоқ. Ол мысық емес. Ол ит. Немесе анау ит. У болған кезде му. Мысалы, хороз дейді. Қораз, кәдімгі хороз. Хороз, му. Хороз, му. Дейік, үті. Мысалы, үтік, үті. Бу, үті, мü. Evet. Bu ütü. Yani değil degenimiz емес dedik. Мысалы, тағы да бір мысал келтірейік. Мысалы, bu топ му дейік. Мысалы, bu топ му. Топ дегеніміз доп кәдімгі. Топ му, топ му. Hayır. Bu топ değil. Осылай жасаймыз. Сұрақтарыңыз болса, жазып сұрауларыңызға болады. Бәрі түсінікті деп ойлаймын,